Ассалаумалейкум достар, бүгін біздер Шығыс базарындамыз. Атыраудағы көлік базарында. Бағаларын білетін боламыз. Достар, видео соңында лайк басып, бізге тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Так, назарларыңызға Largus Cross 2020 жылғы. Газ бензин. Артында кішкентай көрінбейді екен, да? Өзіңіз айтпасаңыз байқалмайды екен. Так, қандай вложение керек жалпы? Вложение керек емес. Қандай жасалғанда? Тек мынауын ғой, тек қолдан сатып алдым да. Одан не жоқ. Бана газ тұрғасының артына салып алдыңыз, да? Проект неше бұл, да? İşte ашып қарай бер проект. Қас. Без первого, да, нормально. Я. Все еще расставлю себе. Ішкі жағдайы пробегі 207 мың. Бағасы 5 миллион жарым деп тұр ғой, да, 5 миллион жарым. Скросс. Қаз қарай. Жақсы. Осы жақ кеткен бар ғой. Тек мынау тиіп тұрған. Айна ғой. Айна майысып кетіп, айна тиіп тұр, да? Иә. Дөңгелегі зимний ғой, да? Дөңгелектері зимний. Мотор бұны аға өзім 20 проекттің істедім. Тұрған бар ғой, модуль бәрі родной өзімізде. Фильтрлер ауысқан, да? Бәрін ауысып қоймыз. Жаңа тапып тұр. Видеоға қарай бұл кері. Айтса ұмытып қаламыз. Ал осындай автокөлік іздеп жүрген болсаңыздар. Вот. Бұда 7-ші адам арттаған ері бар ба, да? Бар. 7 адамдық. Мына полный люкс ба? Люкс қой, да? 5,5-ға ма? 5-6 kun ғой. Конкретно адам болады да, алатын адам болады. Нақты алатын адамға 5,5-ға берем дейді. Атаққа жатпай бірақ. Люкс қой, да? Люкс ба? Люкс қой да оларда бәрінде. Хорошо. Ал, осал. Телефон номер айтып жүрші, брат? 875 491 6995, да? Так. Все, брат, есінші хабарласамыз ғой. Так, назарларыңызға Гранта 2013 жылғы. Ассалаумалейкум. Қанша тұрды саға? 2,5. Пробег неше? 260. Сартын түсіріп алайыншы, бір қарайыншы. Так. Осындай Гранта бар. Көптісі қауат. Без перевоя саптар. Осындай Гранта бар. Қарайтын адамдар болса, пробегі бәрі. Бампер осындай жер сынған екен, кішкене. Қалған жерлері осындай. Пробег қанша деп едіңіз? 260, да?
16 алтын ғой, Зимний дөңгелек төртеуде? Зимний, новый уже. Bir ay болған салған. Атыраудың машинасы бар да, Атырауда жүрген машина бар да? Телефон номер айтып жібересіз ба, өзіңіздің? 876 876 281 281 81 61. Перевой жоқ, жақшылықтар. Ал есі осы номерге хабарласыңдар, көрсетілген номерге. Кішкене не бар екен да, мына жерде да? Трещин бар екен. Ал осы номерге хабарлас. Елес автокөлік бізде Renault Duster 2014 жылғы сатқа фит. Қай жерінде кішкене жақтары бар екен, шамалы. Бір дөңгелегі зимный. Қандай вложение керек, аға? Вложение? Ешқандай вложение керек емес па? Мына тек стабилизаторын ауыстырады. Стабилизаторын ауыстырады. 12 мың тұрады. Ол басқа ештеңе. Онда қымбатқа шықпайды да? Объем неше бұлар? 1.6. 1.6. Пробегі неше? 140 үстінде да? Так, телефон номеріңізді айтып жіберіңіз. 871 992 722. Көрсетіп жіберейін ішіне. Салоны деген осындай. Пробегі осындай. Арты салон. Газ, бензин қойдық да? Бензинмен пробегі көріп тұрсыздар. Механика. Іші осындай. Арты салон тағы көрсетіп жіберейін. Арты осындай. 4 летниймен бірге қосып бересіз да? 4 летний титан дискісімен қосып берем дейді. Ал хабарласып алып қосаңыздар болады осы номерге. Қысып тоқтатып жоқ ешқандай. Жақсы, рахмет аға. Ал осы номерге хабарласып толық ақпарат біле аласыздар. Назарларыңызға Volkswagen Passat 88 жылғы 5 цилиндр карбюратор жағдайы дейтін. Жақсы ғой, жақсы жасап тұр екен. 88 жылғы өзінің жылына өте жақсы. Қалай жасап тұр? Жүз қанша дедіңіз пробегін? 169 пробег. Родной пробег па да? Иә. Жақсы жүрген екен, 88 жыл болса. Телефон номеріңізді айта қойсаңыз? 778 419 3053. Осы номерде сіздің номеріңіз ғой? Иә. Так, қанша сұрапты окончательно? Окончательно 1 600-ге бер жібереді ал келісетін адам болса. Жақсы, рахмет аға. Ал өтіп кетсін машинаңыз. Ал, осындай машина қарасаңыздар да болады. Жақсы екен. Карбюратор. Баяғын аты баяғы. Ал, осындай машина қарайтын болсаңыздар хабарласыңыздар деп тұр ғой. Так, назарларыңызда Lada Vesta 2018 жылғы жағдайы. Жалпы жүріске жақсы, бірақ сыртқа түрінде банағы соғылған жырылған жерлері бар. Былай қарайтын болсақ, жерлерінде де бар. Есік ашылғанда қайырылып кеткен сондай болуы мүмкін, бірақ удар алмаған. Ішкі салондары осындай. Салон химчистка керек екен салонда. Сосын алдыңғы жағында ударлар бар, осындай жерлерінде бар. Сосын крылода бар, шамалы. Бірақ жүріске ешқандай кедергі келтіретін жоқ деді. Иесін айтуы бойынша
Водитель жақ осындай механика. Так. Қанша? Окончательно 5,5 да? Қарайтын адамдарға 5,5-ға береді. Так, телефон номер айтып жіберіңіз, жазып қоя қойын астына. 8302 687 4384. Все, рахмет, брат. Пробег қанша айтпақшы? Пробег көрінбей тұр екен. Миль ма? Все, рахмет, брат. Ал, осы айтылған номерге хабарласып, мен де миль ма деп сұраппын ғой. Бұларда қайдағы миль дейсің ғой. Сана әбден Камри негерді көріп үйреніп қаласың ба? Ал, осы хабарласып, қанағы номерді толық ақпарат аласыздар. Так, назарларыңызда Лада Калина 1 2008 жыл шыққан. 16 ғой да бұлар? 8 клап. 8 клапын екен. Сыртқы вид өзіңіз жылына жалпы жақсы. Шамал жерлері бар енді. Кішкене жүріске кедергі келтірмейді. Асты бәрі осындай. Қазір қызып тұрған жоқ. Өшіп тұр машина. Документтер толық па? Толық. Мынаны қазақ айналдыруға бола ма екен? Жалпы алдыруға болады да? Болады да, бәрі келіп тұр. Қандай вложение керек бұған? Жалпы шамалы. Вложение по мелочам. Ручкалері есік. Бұлай жүріске кедергі келтірмейді де? Жоқ. Телефон номер айтып жүре қойыңыз. 878 111 32. Осы номерге хабарласып біле аласыздар. Пробегі неше екен? Пробегі 198. Осындай ал жағдайы. Бұлардың пештері қалай, пештері? Все, рахмет, брат. Ана осы номерге хабарласып, толық ақпарат алсаңыздар болады. Осындай Калина қарап жүрген болсаңыздар, бағасы 1,100,000 еді ғой. 1,100,000-ге осындай Калина аласыздар. Видео соңында арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Осы видео лайк басып, комментария жазып, осы ойларыңызбен бөлісіп кетсеңіздер.